Егерде 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Ешқашан басшылықтың көтін жаламаймын. Мен ондай үшін тым жақсымын. Құпия сауық кешін ұйымдастырмаймын. Ал егерде құпия сауық кешіне барғылары келсе, кімге хабарласуды білесіңдер? Бензема маған пас бермейді. Бірақ маған көзқарасы Вальбуэнаға қарағанда жақсырақ. Егер жарақаттарым жалғаса берсе, қорғаушы позициясында ойнауыма тура келеді. Лидста туылғам, бірақ норвегиялықпын. Осы маусымда мен нағыз қаһарманмын. Алаңда кім король, оны бәрі білет. Мәшік сол аяғымда қақпаға бәрібір кіреді. Окей, түсірілді. Үзіліс жасайық. Эрлингпен бірге екеуміз алаңда жақсы жұмыс істедік. Ал рэп клип түсіруде одан да жақсырақ қызмет жасадық. Йоу, Биг мынауың жылды кетті. Не қарап атсың? Килиан Мбаппе сізді ұжымдық чатқа қосты. Йоу! Бұл болуы мүмкін емес. Тек мықты футболшыларды ғана бұл чатқа қосады. Кайф қой мынау деген. Саған кайф қой. Бұл сен бе? Әсерлі. Бүгін бізге тартыл. Құдайым-ау, сенің онда баруың керек. Сен үшін сондай қуаныштымыз. Тек бізді оларға алмастырмасаң болды. Уайымдамаңдар, алмастырмайым. Әйдік топшылар сауда орталығы. Досым, сен тамаша нәтижелерді көрсетіп жүрсің. Қашан саған қыруар қаражат төлейді? Бұл уақыт ішіндегі сұрақ. Мен бұған 18 жасымда жеткем. Бірақ 20-ның өзі жаман емес. Ал сен қаяқта ойнағың келеді? Англияда, Италия ма? Негізі бар ғой, эшпестірарлық. Мұндағы сұрақ тек, бұл ақшаларды неге жұмсайсың? Соған байланысты. Бәлкім бұл ақшаларды жеке шаштаразыңа жұмсарсың, немесе зың мәшіне сатып аларсың, не болмаса футбол алаңын. Одан да трофей жинайтын бөлмені қарастыр. Дәл қазір. Сәлем, Эрлинг. Сәлем. Оның бұл топқа қосылуы сені қатты қынжылтқан сияқты ғой. Ой, неменеге? Мәселен, мені Погба бір кездер киноға шақырған. Бірақ расында одан кейін ол жайында естімедім. Және менің хабарларыма ол жауап бермейді. Қысқасы, біз көңіл көтеру бөлмесіне бара жатқанбыз. Мүмкін бәріміз бірге барармыз. Пішту, бұл бөлме кішкентай клубтарға арналған. Кеттік, жеге. Біз кішкентай клуб емеспіз. Германияда деңгей жағынан екінші орындағы командамыз. Эрлинг, өз клубың жайында бұлай деп айтуға батылың бармасын. Жігіттер, ренжімеңдер, болашағым жайлы ойлауым қажет. Үлкен қаржылай келісімшарт жайлы ойлауым шарт. Балақайлар, барлығы дұрыс, тек жыламаңдар. Эрлинг сондай танымал бар ғой. Жақында FIFA-ның мұқабасына шығады. Чемпиондар лигасында 14 матчтақ 20 гол соқсаң осындай болады. Негізі ассистында маңызы бар. Оны ұра беруді қой, тағы сары алсаң қуып жібереді. Окей, табандарыңды жалтыратыңдар. Нысан жеке сауық үшін жабылмақ. Не? Бұлай жасай алмайсыңдар. Марко Ройс қазір рекордты бұзады. Мен мұнда мәңгілік ойнайтын болам. Мұнда не қып жүрсіңдер? Бұл көңіл көтеру сендерге ұнамайды деген жоқсыңдар ма? Біз ақша жұмсағанды жақсы көреміз. Ал мұндағы безендірулер тым қызық. Бұл понт. Не лағып жүр? Тікті ғой мыналар. Мазақ етушілік. Қане, ойыннан жарсайық. Егер сендер ең құрығанда біздің біреуімізді жеңсеңдер, біз кетеміз. Ұсыныс қабылданды. Жақсы, қымбаттым. Мына мұрынбоқтарға кімнің бастық екендігін көрсетейік. Мықты. Оларды істеп тастаймыз. Біз кәдімгідей үздікпіз бар ғой. Суламай кетіп атыр ғой. Мынаны TikTokқа салып жіберейін. Мынау енді шатыр болды, шатыр. Айбетпе досым, келесіде ұтарсың. Бәрі жақсы. Сонымен, біз сендердің әрқайсыларыңды жеңген сияқтымыз. Кете берсеңдер болады, есік ашық. Ей! Сендер біздің барлығымызды жеңбедіңдер.
Барлығы ақтық шайқаста шешіледі. Не істей алады екенсің? Көрейік. Жоқ, ойын олардың жылдамдығын көтере алмайтын сияқты. Эрлинг, барлығы жақсы ма? Ренжімеңдер жігіттер, автоматты сындырып алдым. Досым, сен біз үшін тұрып бердің. Сені қызғанғаным үшін кешірші. Бәрі қалыпты. Сен әлі де болса менің шабуылдағы серігімсің. Бәрібір де біз үшінсің ғой, иә? Мені сатып жібергенге дейін. Сендердің өкілдеріңмін. Сайтан алғыр, үлкен менің ойлағанымнан да мықты екенсің. Бізге жеке топтық чат ашу керек. Тек мен және сен, екеуміз ғана болатын. Футболдың болашақ аңыздары. Окей, тамаша. Бұл әдемі бәсекелестіктің басы ғана секілді. Мына ойынның дәуірі біткен секілді. Алып кетейік мұны. Бөлмеде орын босатайық. Біздің арнаға жазылып лайк басып жатқандар баршылық екен.